Құрметті тыңдармандар, бүгін біз сіздермен монополиялық бәсеке нарығының ерекшеліктерін қарастыратын боламыз. Жалпы жетілдірілмеген бәсеке нарығына екі нарық түрі кіреді. Ол бірінші кезекте монополиялық бәсеке нарығы және олигополия нарығы. Неліктен бұл нарық түрлерін біз жетілдірілмеген бәсеке деп атаймыз? Себебі бұл нарық түрлерінде фирма саны екіден көп болады, және олар өзара бәсекеге түседі, және әр фирма өзі өндірген тауар бағасын өзі орнатады. Бұл нарықтардағы фирмалар аз тауар көлемін өндіріп, қымбатырақ баға орнатуы мүмкін. Сондықтан бұл нарықтарды біз жетілдірілмеген бәсеке нарығына жатқызамыз. Монополиялық бәсеке нарығының ерекшеліктерін атап өтейік. Бірінші кезекте бұл нарықта фирма саны көп, және әр фирма өзі өндірген тауар бағасын өзі орнатады. Сондықтан да біз бұл нарықты монополиялық бәсеке деп атаймыз. Себебі көп фирмалар өзара бәсекелік күреске түседі, және монополист секілді осы нарықтағы әр фирма өзінің тауар бағасын өзі орнатады. Сондықтан да біз бұл нарықты монополиялық бәсеке деп атаймыз. Фирмалар өндіріп нарыққа ұсынатын өнім дифференциалданған болып табылады, демек өзара ерекшеленеді. Мысалы үшін сабынды алайық. Дүкендерде сабынның көптеген түрін кездестіре аласыздар, және олардың сапасы, түрі, иісі әртүрлі, ерекшеленген. Және де олардың бағасы да әртүрлі болып келеді. Мысалы үшін балаларға арналған сабынның бағасы 200 теңге тұратын болса, ересектерге арналған Камей, Дав немесе чистая линия сабындарының бағасы 300, 400, 500 теңге тұруы мүмкін. Бұл нарыққа жаңа фирмалардың кіруіне кедергілер жоқ. Кез келген кәсіпкер осы нарыққа еркін кіріп өзінің бизнесін жүргізе алады. Қалаған жағдайда бұл нарықтан еркін шыға алады. Сонымен қатар фирма қызметінде бағадан басқа факторларды үлкен рөл атқарады. Мысалы үшін жарнама немесе сатылым шарттары. Қандай саланың фирмаларын монополиялық бәсеке нарығына жатқыза аламыз? Бірінші кезекте ол кітап өндірушілер, немесе кинофильм өндірушілері, ресторан, тамақ өнімдерін сататын мекемелер, жиһаз өндірісі және тағы сол сияқты. Осы саладағы өнімдер ерекшеленген, осы саладағы өнімдердің бағалары әртүрлі, және осы саладағы фирмалар саны көп болып келеді. Назарларыңызға рахмет.